Ұлттық аграрлық ғылыми білім беру басқармасының төрайымы Гүлмира Исаева Алматы қаласына жұмыс сапары аясында Қазақ ұлттық аграрлық университетіне табан тіреді. Басқарма өкілдері университет қабырғасындағы инфрақұрылымдық нысандарын аралау барысында ғаламның айшықты аңдатпасына айналған COVID-19 коронавирусы бойынша белгілі ғалым Қайсар Табыновтың жетекшілігімен зерттеулер жүргізіп отырған халықаралық вакцинология орталығындағы эксклюзивті эксперименттерге көз жеткізді. Тәжге еніп бүкіл әлемді билеген тәжді вирусты тағынан түсіру оңай болмай тұрған мына заманда оқу ордасындағы халықаралық вакцинология орталығында ғалымдар қысқа мерзімде коронавирусқа қарсы екі бірдей вакцина әзірледі. Этот вариант, если посмотрите, оно уже леофилизировано, вот видите, порошочек, да? Его выводим, значит, получается, респендируем, доводим, значит, до исходного объема, здесь ровно 100 микрограмм. И просто как это распыляйте в нос, вообще совершенно. Вы можете домашних условиях, вот этот вопрос плюс. Не надо идти в процедурный кабинет. Екі вакцинада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында кандидат ретінде тіркелген және қазір клиникаға дейінгі зерттеулер сатысында. Сонымен бірге орталықта өсімдік тозаңына маусымдық аллергияға қарсы вакцина да әзірленуде. Айта кетейік, COVID-19 антиденелерін G және M иммуноглобулин маркерлері бойынша анықтау сынамасы аграрлық университетте алғаш рет жүргізілді. Сондай-ақ бұл шара жұмыс беруші есебінен бүкіл қызметкерлерге тегін ұйымдастырылған болатын. Ал мұндай тексеріс нәтижесінде елдегі эпидемиологиялық ахуал бойынша өте маңызды ақпарат алынды. Оқу ордасындағы нысандармен танысу кезінде Гүлмира Сұлтанбайқызы Азия даму банкінің қолдауымен құрылған халықаралық зерттеу орталығы су хабында болды. Құрамы қажетті дәрумендер мен микроэлементтермен байытылған құнарлы суды артық шығындамай, бойындағы нәрін тікелей өсімдік тамырына ғана бағыттап сіңіретін инемен суару технологиясы орталық Азияда теңдесі жоқ. 14 заманауи зертханадан тұратын бұл алпауыт хабта көрсетілетін инновациялық қызметтің тек бір бөлігі ғана болып табылады. Вот это вот на это способно, то есть до 80-60% вода экономится. Только как это вот Зубаирова, Орахбай Зубаирович, это его лаборатория, это вот его изобретение. Бұдан бөлек ең үздік инновациялық технологияларды трансферттеу арқылы су ресурстарын тиімді басқару үшін Қазақстан мен Орталық Азияның су шаруашылығы ғалымдарының ең озық тәжірибелерінің ортақ ошағына айналған хабта отандық кәсіпорындар мен ғылыми зерттеу ұйымдарының жеке тұлғалардың тапсырыстары мен су сапасын анықтау бойынша қызметтер көрсетіледі. Басқарма төрайымы бастаған ұлттық аграрлық ғылыми білім беру басқармасының өкілдеріне агротехнологиялық хабтың қызметі де егжей-тегжейлі көрсетілді. Өз қызметінде отандық агроғұрлым мамандары мен ғалымдарына және жоғары оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына ұжымдық пайдалану үшін ашық есік тәсілімен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін агрохабтың құрамында 7 ғылыми зерттеу институты, 8 инновациялық орталық, 18 халықаралық зерттеу орталығы, 49 зерттеу лабораториялары үздіксіз жұмыс істейді. Тағам өнімдерінің технологиясы мен сапасы орталығын аралау барысында қонақтарды шикізаттың жеткізілуі, олардың сапасын анықтау, өндірілетін өнім көлемі мен оны өткізу, сондай-ақ зертханаларды аккредиттеу мәселелері қызықтырды. Тағам өнімдерінің физика-химиялық және реологиялық қасиеттеріне талдау жасап, сүтті сепарациялайтын май, ірімшік, нан тоқаш және шұжық, сүт және сүт қышқылдары өнімдерін өндіретін орталықтағы шағын цехтарда университеттің студенттері мен ғалымдары бірлесіп шығарған тағам өнімдерінің жаңа түрлері таныстырылды. Кездесу соңында университет ректоры Тілектес Есполовтың университет жұмысы туралы есебі тыңдалып, жоғары оқу орындарының 2021 және 2024 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары ұсынылды. Қаржылық көрсеткіштер қаралып, жобалар пысықталған ауқымды есеп толығымен қолдау тауып мақұлданды. Агроөнеркәсіптік кешені мәселелерін шешудің жолдары талқыланған аталмыш отырыстағы ғалымдар мен мамандар тарапынан айтылған нақты ұсыныстар алдағы уақытта Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің тапсырысы бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған ұлттық жобасы тұжырымдамасына енгізілмек. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің медиа орталығынан.